сәлеметсіздер ме көрермендер? Адамға қандай дәрумендер қажет және оларды қайдан алуға болады, не үшін керек екенін білесіз бе? Менің ақпаратым сіздерге қызықты болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Дегенмен жақсырақ түсіну үшін мен сізге витаминдер туралы айтып беремін. Витаминдер адам ағзасының барлық мүшелері мен жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет. Егер бір витамин жетпесе, адамның организмінде бір ақау, яғни бір ауру пайда болады. Сол витаминдер туралы айтатын боламын. В1 дәрумені ол тиамин. Жүйке жүйесі мен ми қызметіне оң әсер етеді. В2 дәрумені көру, жүйке жүйесі мен мидың жұмысы үшін қажет. В3 дәрумені ниацин, холестерин мен көмірсулар алмасуын қалыпқа келтіреді. Қоректік заттардың, оның ішінде майлар, көмірсулар, белоктардың сіңуіне, энергияның бөлінуіне және ферменттердің синтезіне ықпал етеді. В5 дәрумені пантенол қалыпты метаболизмге, жүйке жүйесін реттеуге, энергия балансына арналған. В6 дәрумені ол шаршауды басады, қызылқан жасушаларын түзеді. В7 витамині ол биотин, жүйке жүйесінің жұмысын қолдайды, май қышқылдарының синтезіне қатысады және терінің, тырнақтардың шашқа әсерін береді. В9 витамині ол халық арасында фолий қышқылы деп аталып кеткен, ол жасушалардың өсуімен бөлінуіне, ақуыз алмасуына қатысады, лейкоциттер мен эритроциттерді синтездейді. В12 дәрумені нуклеин қышқылдарының түзілуіне, амино қышқылдарының сіңуіне, қан түзілу процестеріне арналған. Е дәрумені жасушамызды, біздің клеткаларымызды қорғауға арналған. Д дәрумені ол біздің өте қажет организмге дәрумен, ол иммундық жүйені қорғау үшін. Мұның бәрін қайдан алуға болады және ол қайда бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Соншама банкі дәрілерді ішіп, оларды қалай араластырып, шатастырып алмауға болады? Қалай оны рет-ретімен ішеміз деген ой туындауы мүмкін. Мұның бәрі витаактив сұйық витаминде бар. Тамақтану алдында немесе тамақтан кейін күніне бір рет өлшеуіш қақпағымен ішіңіз. Тәуліктік дәрумендерге қажеттілікті 100% өтейді. Ол және бүкіл отбасы үшін өте қолайлы. Енді келесі видеомда мен бүйректі құртатын 5 әдет туралы айтатын боламын. Подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз, сонда ғана сіз қажетті ақпаратты жоғалтып алмай, үнемі бірінші көретін боласыз. Сау болыңыздар, көріскенше.